Бәріңізге ассалаумағалейкум. Алда жалда ақш пен Қытай соғыс аша қалса, Қазақстан қарулы күштері төтеп бере алатын жағдайда ма? Әскер сабында қанша адамымыз тұр? Біздің әскери рейтингіміз өзбектерден неге төмен? Бүгінгі соғыс техникаларымыздың, қару-жарақтарымыздың халі қандай? Иран мен ақш соғыста жеңісті кімге тігер едік? Бұл сұрақтардың жауабын сізге білген дұрыс. Құмға сіңген қара судай болып кеткен бояуы түгіде қалмаған 4-5 ай бұрынғы ақш пен Иран соғысын қайта сараптап, Қазақстанның қарулы күштерімен салыстыра кетуді жөн көрдік. ақш әскерінің қуаттылығы жайлы айтудың өзі артық. Қорғанысына жылына 650-700 миллиард доллар қаржы бөлетін елдің алапат әскери күшке ие екендігі Алматының Каблукова көшесіндегі жындыханасында жатқандарға да белгілі. 1,2 миллион әскері сапта тұрған, 18 мың ұшу құралдарының ішінен 5700 супер жойғыш ұшақтары мен 2700 тік ұшағы шабуылды күтіп отырған, 34 ғарыштық әскери спутнигі жердің 1 сантиметрін қалдырмай суретке түсіріп, әуеден бақылап демеу берген. 11 әуе тасымалдаушы кемесі ышқынып, жау қайдасың деп талпынып көк толқынға тербелген, 2400 Абрамс арғымақтары жаудың алқымынан алуға асыққан, 3000 ядролық қаруы кімді де болса уранмен тамақтандыруға дайын отырған ақбас бүркітке парсылар нені қарсы қояды екен? Иран жолбарысы да өліспей беріспек емес. Біз 1991 жылы әлемдегі әскери қуаттылығы жағынан 4-ші орынға ие болған Ирактың аз уақыт ішінде тасталқан болғанын көрдік. 2003-те таяу шығыстағы ең бір қуатты деген Бағдат режимі бақилық болды. Саддамның саяси жоспарлары дарғасылды. Қазір дежавю бойынша сол бір халықаралық жағдай қайталанудың алдында тұрғандай. Сонымен Тегеранның тегеуріні қандай? Иран әскери күштері әлемде өзіндік ерекшелікке ие. Онда Иран әскери күштері мен ислам революциясын қорғау корпусы бар. Екеуі де теңіз, әуе, құрлық әскери күштеріне ие. Сонымен қатар сыртқы барлау мен әскери операцияны іске асыратын Кудс арнайы құрылымы жасақталған. Әлгі марқұм Қасым Сүлеймани сол Құдысты басқарып жүріп құрдымға кеткенді. Тағы бір ерекшелік Иранда халықтық басич жасақтары бар. Олардың саны шамамен 8-10 миллион арасында. Басич қару ұстай алатын халықтық жасақ. Бұлайша айтқанда Қытайдағы НОАК-тың халықтық жасақ іспеттес. Парсылар қорғаныс саласына жыл сайын 12 миллиард доллар бөледі. Сапта 650 мың әскері тұр. Соғыс жағдайында тағы 10 миллион әскер мобилизациялайтын күшке ие. 300 ұшақ пен 400 тік ұшақтары, 2800 танк пен 2000 әскери көліктері, 900 әуеден шабуылға қорғаныс және ракетаға қарсы қорғаныс жүйесі бар. Кеме тасымалдаушысы жоқ, бірақ 50-55 әскери кемелер, сүңгуір қайықтар мен корветтер, торпеда тасушылар бар. Жылдар бойы санкцияда отырған Иран соңғы үлгідегі қаруды сатып алуда қиындық көруде. Революциядан кейін салынған санкция оларды ескі қарумен қалдырды. Сондықтан қарудың 70%-на 40-50 жыл болған. Сол себепті де Иран билігі ескі қаруды модернизациялауға және өздері жаңа қару түрлерін ойлап табуға мәжбүр. Соңғы жылдары танктер, зымыран кешендері мен беспилотниктер жасауда біршама тәжірибеге ие болды. Дей тұра оның барлығы да ақш қаруына бәсекелес бола алмайды. Иранның менің ойымша қолында екі көзір бар. Біріншісі шиизм, яғни дін. Шииттер дін мен отанды қорға бөлу жұмаққа тура апаратын билет деп санайды. Көбі ұрыс даласында өлуді ес біле салып армандайды. Ендеше армандар орындалады. Айтпағым, олар бұл соғысқа өз еріктерімен сұранып, өлімнен қорықпай соғысуы бек мүмкін. Ну, блин, это шанс. Соғысып тірі қалсаң батырсың, өліп кетсең қорғызын құшақтайтыныңа гарантия, солай сендіреді. Екіншісі, таяу шығыста Иранның қолдайтын содырлары ши бөрші шулап жүр. Олар Ливан, Сирия, Ирак, Палестина, Йемен, Ауғанстанда бар. Бұйрық берсе қан майданға кіруге дайын. Ешкімге соғыста өлімді тілемейміз. Тек фактілерді ғана сараптап көруді жөн көрдік. Егерде бәс тіксе ақшқа ойланбай тігер едім. Бүгінгі таңда Түркия БПЛА-ның көмегімен Сирия әскерінің көлін көкке ұшыруда. Сирия әскерінің 90% шығыны БПЛА соққысынан келген.
Түрк ағайындар компьютерлік ойын ойнағандай төбеден танк, әскери көліктер мен қару-жарақ қоймаларын, жаяу әскер, ПВО және ПРО құрылғыларын талқандап жатыр. Анкара өзі БПЛА шығарады. Бұл жағынан ешкімге тәуелді емес. Шығарған техникасының соғыста тиімді екенін дәлелдеп үлгерді. Ал енді қазақ еліне келейік. Біздің әскерде қандай БПЛА бар екен деп іздеп көрдім. Нақты ақпараттар өте аз. Қарапайым барлау дрондары жеткілікті. Ал қуатты соққы жасайтын БПЛАлар аз екен. Қазақстан Қытайдан 2016 жылы Wing-Long БПЛАларын сатып алыпты. Бақандай екеу. Бұл БПЛАны батыс сарапшылары ақштың Predator БПЛАсының көшірмесі дейді. Нақты бағасы белгісіз, бірақ 1-2 миллион доллар шамасында деген ақпарат бар. 2019 жылы тамыз айында Қазақстан Израильдің Elbit Systems Ltd компаниясымен келісімге келген еді. Бұл жойғыш БПЛА құрылғысын шығаратын компания болып табылады. Осы компаниямен іс жақсы жүріп, әскеріміз БПЛАлармен толықса деп тілеп жүрмін өз басым. Суретте Астанадағы әскери шеруде халыққа көрсетілген Қытайдан сатып алған БПЛАмыз. Ұрыс жағдайында суық тиіп, коронавируспен ауырып қалмаса болды бастысы. Алыс жақын елдерде орын ала бастаған әскери саяси қақтығыс соқтығыстарды саралай келгенде, біздің әскер тәуелсіз Қазақстанды мүмкін болар қатерден қорғай алама деген заңды сауал туады. Біздің бүгінгі қарулы күштеріміздің хал ахуалы қандай? Ол заманауи технологиямен жарақтанған қару-жарақпен қамтылған ба? Қазақстан әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына әскери әлеуетті ел ретінде кіре ала ма? Жасыратыны жоқ. Бұл бүгінгі күні ең үлкен сұрақ. Себебі 10 жылдықта елдің қорғаныс саласына бөлінетін қаржы еселеп өсе түскенімен, әскери сарапшылар Қазақстанның әскери қуаты әлсіз деген пікір айтады. Астанада жиі өтетін әскери шеруде жалтырап, жарқырап өтетін техника бір басқа. Ал дабыл белгісі берілісімен бокстан бүтін шығатын танкінің саны екінші басқа сипаттағы салыстыру болмақ. Қазақстан қарулы күштерінің коэффициенті 100% жүйе бойынша алғанда бар болғаны 9%-ға бағаланады екен. 10 балдық жүйе бойынша Қазақстан әскерінің қалыптасу деңгейі 2, ал басқару сапасы 5 деп бағаланған. Ал Global Firepower агенттігінің зерттеуі бойынша әскери қуат рейтингінде Қазақстан 106 елдің арасында 80-ші орында. Ойбай-ау, біздің рейтинг біз кедейдеп жүрген Өзбектен де біршама төмен тұр. Бұл дегеніміз масқара ғой. Мейлі, бізде қарулы күштерге алынатын адам санының массасы Өзбектен аз болсын дейік. Бірақ тым болмаса техника жағынан басып озатын. Басып озбақ түгірі тыштырып кететін кез болған жоқ па? Оларда әскери теңіз флоты жоқ. Қаруға жылына құятын инвестициясы бізден біршама төмен. Бірақ бізден мықты. Значит, көкелер мен мәкелер қару-жарақтың қаражатын қарнына басат деген сөз. Біз тек коррупция дегенде ғана мықты екенбіз. ақш орталық барлау басқармасы сайтының хабарлауынша, Қазақстан өз армиясын ұстауға жыл сайын жалпы ішкі өнімнің 1,2% бөледі. Ал Қазақстан қаржы министрлігі болса 2014 жылы республикалық бюджеттен қорғаныс саласына 362 миллиард 700 миллион теңге бөлінгенін айтады. Бұл жалпы бюджеттің шамамен алғанда 5,3%. Яғни 2 миллиард ақш долларын құрайды деген сөз. Осы 362 миллиард теңгеден аса қаржының 30%-ы қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы жетілдіру, қалпына келтіру және сатып алуға жұмсалуға тиіс. Шынын айту керек. Егер Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері қарулы күштерге бөлінген қаржы діттеген жеріне жұмсалған болса, бүгінге дейін бүкіл әскер атаулы заманауи құрал жабдықпен әлдеқашан жарақталып, рейтинг бойынша Украина, Ресеймен қатар тұратындай ақ потенциалы бар еді. Бірақ бүгінде өкінішке орай жағдай мүлде басқа. Тіпті мүлде сорақы десе де болады. Қазақстан армиясының 70%-ы заманауи әскери құрал жабдығыңыз не? Өндірістен өткен ғасырда шыққан ескі кеңестік техникамен жарақтанған болып отыр. Бұл туралы бірқатар сарапшылар ашық айтуда және бұл негізсіз пікір емес. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің негізінен Кеңес одағы тұсында шығарылған Т-72 танкері, БМП-2, БТР-80А және БТР-82А бронды машиналары, МиГ-27, МиГ-23, МиГ-29, МиГ-31 Су-27 ұшақтарымен жабдықталғанын әскербасылардың өздері де жасырмай. Ал қарулы күштерге шетелдерден сатылып алынып жатқан заманауи техниканың мөлшері бірлі-екілі ғана және оны бізде мынадай бар деп жарнама үшін парадтарда көрсеткені болмаса,
олардың мүмкіндігін басқара алатын әскери мамандар мүлде тапшы. Ескі техника біздің елдің ең осал тұсы. Себебі қазір кез келген әскери қақтығыста техникалық ресурс басты рөл атқаратыны белгілі. Мәселен, ақш әскері бүгінде Ирак пен Ауғанстанда жаяу әскерден бұрын ұшқышсыз ұшақтардың мүмкіндігіне иек артатын соғыс стратегиясына көшті. Әуеден тасталқан болған қарсыласты шоқпармен шауып алуға болатын соғыстың заманы туған. Сөзімізге дәлел ретінде әскеріміздің саны мен сапасына нақты мысалдар келтірсек, елімізде әскердің 4 түрі бар. Құрлық әскері 47 мың, әуе қорғаныс күштері 19 мың, әскери теңіз күштері 20 мың және республикалық гвардия шамамен 1,5-2 мың адам бар. Барлығын қосқанда 75-80 мың адам шамасында. Ал біздің өзген емес, өзімізге шабуыл жасап генерал мен эфрейтерлерді қырып жіберетін ескі құсқа, қаңғылы көп вертолеттер мен танкерлерге келейік. Әскери техника саны бізде 5 мың танк, япырмау 5 мың танк, оңай емес. Сонда біз ең мықты қаруланған ондыққа кіретін Үндістан мен Түркиядан да мықтымыз ба танк жағынан? Атаңның басы. Біздегі темір терсектермен қосып есептелген ғой, металлолом өткізетін. Біздегі соғысқа ғана жарайтын танкының жалпы саны 400-ге жете қабыл. Енді 5000 танк дегеніміз слишком фантастика болып кетеді. Сондай-ақ 130-ға жуық тікұшақ, 4000 әскери көлік, 2,5 мыңнан астам миномет бар. Бұған қоса 25 бомбалаушы Су-24, 40-қа тарта жойғыш МиГ-29, 14 жойғыш Су-27, 14 шабуылдаушы Су-25, 43 әскери жойғыш МиГ-31 ұшақтары мен 100-ге жуық зениттік зымыран кешені бар. Бірақ көрген көзбен естіген құлаққа бармағынан бақайшығына дейін қаруланғандай болып көрінетін әскеріміздің техникасының 70% ескірген. Мысалы, біздегі іштен шықпаған танкілердің басым көпшілігі Т-62 мен Т-72. Танкілердің бұл түрі бүгінгі таңда мерзім өтіп бара жатқан техникалардың санатына жатады. Бұдан басқа көгімізден күнде болмаса да жылына бір рет құлауды әдетке айналдырған ұшақтарымыздың да жағдайы мәз емес. МиГ-25, Су-25, Су-24 ұшақтарын пайдаланудың өзі қауіпті болып тұр. Әрине, 17 миллионға толар-толмас халқы бар елге соғыс өндірістік кешендер салу қажет емес шығар. Оның үстінде ондай кешендер салып қырасып кеткен Батыс пен Ресейді бүгін ертең қуып жету мүмкін емес. Мұнай мен газ экспорттаушы әлемдегі 10 елдің қатарына кіретін Қазақстан үшін қазіргі заманға сай әскери техниканы импорттау саясаты мығым болуы тиіс. Мәтінді оқыған Айдос Оразай, жазған Бақжан Бақбергенұлы. Сіз үшін білген дұрыс.